Жылқы жануар қасиетті ғой. Асыл сияқты, яғни магнит сияқты өз-өзіне тартады да тұрады. Бір жаратылысы ерекше жануар ғой. Жылқыны қолыңа алып ұстағаннан кейін оның санымен бірге сапасының да жақсы болғанын қалайсың. Сосын айғырының да биесінің де текті болғанын қалайсың. Бұқар жырау бабамыз айтпақшы: таудан аққан тас бұлақ, тасыса құяр теңізге. Қанша малды болса да бай қуанар егізге. Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай бір қоймас негізге деп. Сол Бұқар жырау бабамыз айтқандай, сол негізі мықты, тегі мықты, қаны мықты сұрыпталған жылқылар іздей бастайсың. Ол енді әрбір жылқы шаруашылығымен айналысып жүрген адамдарға белгілі дүние ғой. Тегінде бар, тегін кетпейді дейді. Сол тегі мықты, негізі мықты, өзегі мықты жылқы іздейсің. Бірақ ондай жылқылар екінің біріне бұйыра бермейді. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады деймі біздің қазақ. Әркімнің таңдауы бар, әркімнің өзінің талғамы бар. Талғамға талас жоқ қой. Сондықтан өреміздің, санамыздың, ақылымыздың жеткен жеріне дейін шамамыз келгенше жылқыларымызды сұрыптауға тырысып жатырмыз, жүйелеп жатырмыз. Құдайдың бұйыртқан ісіменен айналысып жатырмыз. Жақсы жылқыны таңдай білу үшін де мықты түйсік керек екен. Негізі біздің ата-бабаларымыз мықты болған ғой. Ақтанберді бабамыз айтпақшы: күлдір кісін етіп, күреңді мінер ме екенбіз. Күдерден бау тағып, кіреуке киер ме екенбіз. Жағасы алтын жеңі жез, шығыршығы торғай көз, ақсауыт киер ме екенбіз. Ор қояндай орғытып, аш күзендей бүгілтіп, жолбарыстай шұбарды таңдап бір мінер ме екенбіз. Сол шұбарды мінген соң қоңырауды найза қолға алып, қоңыр салқын төске алып, қол төңкерер ме екенбіз. От басар орны отаудай, қабырғасы халық орнаған жонсаудай. Ор қояндай қабақты, қиған қамыс құлақты, сар мысықтай азулы, саптаяқтай ерінді, қидасын кәрі жілікті, омырауы есіктей, ойын диеті бесіктей, табаны жалпақ тарланды, таңбалап мінер ме екенбіз дейді. Осы Ақтанберді бабамыз айтқандай, жоны бір жалпақ жотадай, мойны бір жалпақ бұқадай мықты үйір, мықты жылқы жинап, жылқыларымыздың барлығын тектетсек деп жатырмыз ғой.